естіп отырайық. Қайырлы күн қымбатты ханымдар мен мырзалар, ардақты тойшыл қауым, ағайын достар, дос-жарандар, туғандар. Осынау шырайлы қаламыздың төрінде жайнаған жайма шуақтың кешінде сіздермен біздер болып тамаша салтанат сарайдың астында, ақ-дастархан басында бүгінде орта жүз Қоңырат Оразкелді Құрманәлі елінде, Айнабековтер әулетінде Рим ағамыз бен Гүлнар жеңгеміздің тойына қош келдіңіздер деп бір қол соғып қошемет етіп қойыңыздар. Көп рахмет. Бүгінгі тойды бастамас бұрын баршаңыздың көңіл күйлеріңізді біліп алайыншы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Дәл осы кештің басындағы көңіл күймен тойымыздың соңына дейін отырсаңыздар, әрине нұр үстіне нұр болар, той игілерді сіздер үшін жадырап жайнап қалар. Қуанышты көрсем көбейет деген бүгінде жиған тергенін тойға шашып, бауыр етім балам деп әрбір ұрпағынан тараған немере үшін ата әженің орны бөлек емес пе? Сол себепті бүгінде үлкен тойдың көші басталып, ақтүйенің қарны жарылып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған уақытта бүгінде шаңырағымызды қуанышқа кенелтіп, Арсен деген ұлымыз, яғни періштеміз, болашағымыздың азаматы, туымызды көкке көтеретін, мақтанышымызға айналатын үлкен үміт күттіретін балапанымыз өмірге келіп жатыр. Сіздер мен біздерді қуанышқа бөлеп жатыр. Олай болса кешімізді бастамас бұрын, дәл сондай қуанышқа кенеліп отырған Рим ағамыз бен Гүлнар жеңгемізді кішкентай балапанымызбен тамаша әннің ырғағымен кешіміздің төріне шақырамыз. Әрине сіздер бейбіт заманда, тыныш өмірде, осындай тойда төрт көзіміз түгел жолыққан қандай жақсы, е? Ал енді қымбатты қонақтар, рұқсат болса тілекке кезек берілмек пе екен? Әлде мынау тойдың егелері айтқан еді. Әй, қымбатты асабағыз, біз мынау келген қонақтарды құр қол кетірместен, азын-аулақ біздің сый-сияпатымыз бар еді. Бірақ оны бекерден бекер бермей-ақ қойшы. Сол бір еңбектеніп алсыншы, сол бір сый-сияпатты ортаға кішкене көңіл көтеретіндей сергіту сәтін жарияласақ. Рұқсат па? Өз көңілімізді өзіміз көтермесек, ешкім көтеріп бермейді. Сондықтан да қымбатты қонақтар, ал енді ортаға шыққан қыздың әнін тыңдай бермей өзімізде бір ән салайық, солай ма?
әудемейтін қазақ жоқ, бәріміз білетін шығармыз әндерді. Ортада күнде билеп жүрген, құлаққа сіңіп қалған, тыңдап жүрген әндер. Мынау қазір мұндағы менің сенімді серіктесім Нұрмахан ән қояды. Барлығымыз ән тоқтаған кезде айқайлап әннің жалғасын жалғастырып айтамыз. Мынау барып жүрген тойда көріп жүрген шығарсыздар, бұндай ән айтуды барлықтарыңыз білесіздер, солай ғой. Ең қатты айқайлап, шулап айтқан столдағы дауысы қатты шыққан кісіге мен сый-сияпатты беремін. Мұнда тегін сый-сияпат жоқ, арзан емес барлығы. Мына тойдың егелердің пейілін, көңілін білесіздер ғой, мен кішкене көрсетіп қояйын. Қандай сый-сияпат бар екен, мұнда өте көп екен міне. Ал, бастаймыз ба? Тамақ ішіп отырып, ән айтып отырып, көңілді отырғанға не жетсін. Ал, бірінші әнді бастайық. Өзімнен арыстым, бойымда таныстым, жайнаған гүлдей көрдім сен, жағада тұрдың сен. Жоқ еді көңілде, қайдасың бұл күнде, сен арманым, сыр ойын білмейтін қазақ жоқ қой шіркін, қайда барсақ та орны бөлек, жолы ерек. Енді бұл ән репетиция болсын. Жалпы түсіндік қой, жалпы түсіндік бәріміз. Ал келесі әнді сый-сияпатқа басқай. Алғашқы сыйлықты кімге берсем екен деп ойланбадым ғой. Әркім өз дайысына қарай тартады ғой, бұлай. Енді, мынау столға ренжімесеңіздер мен кештің басының, жоқ көкек емес мынау. Көзімді тағылған апама беріңдер тұр. Тойдың басынан қатты көңіл ерекше көзге түсіп отыр. Есіңіз ба? Бақтыбын. Қай жақта келдіңіз? Мен осы той Римнің әпкесімін. Қыздарға ол жоқ қойыңшы, әрқашанда қыздармен жанашыр жан ғой. Әулетті байытып отыр, шаңырақты ұйытқысы болатын қыз бар жерде, қызыр бар дейді міне. Ал келесі әнге кеттік па? Қаттырақ, мына жаста